Атамызда ананың сүті бал, баланың тілі бал деген тамаша сөз бар. Иә, шынымен ақ. Сәбидің тілі шығып, еркін сөйлей алатын сәттен бастап, сөздерін қадағалайтын болсақ, олардың талай-талай тапқыр, ұтымды, балдай тәтті сөздерінің куәсі боларымыз сөзсіз. Балалардың бал тілінен шыққан қызықты сөздерін ертеден ақ басылымдардан оқып, езу тартып, бас шайқап, мәз болып жатамыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бала тілі бал бағдарламасының тағы бір кезекті түсірілімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін олай болса, бізде қонақта Инаят есімді кішкентай бүлдіршініміз. Таныс болайық. Инаят, сен өзің туралы айтып берші. Таныстырып өт өзіңді. Мен Нұрсұлтан Инаят Серпілқызымын. Руым Қыпшақ. Өскенде әнші болғым келеді. Ой, қандай тамаша. Қандай мектепте оқисың? Қай мектепте? 5-ші мектепте. Тағы не айта аласың өзің туралы? Өзің отбасың туралы айтып берші. Менің үйімде әпкем бар. Әпкемнің аты Назира. Ағам бар. Ағамның аты Нұрлы. Әпкем суретші болады. Ағам домбыра тартады. Ал сен ше, сенің қандай өнерің бар? Менің өнерім би. Биге қызығасың, иә? Яғни сенің үйіңде барлығы өнерлі екен ғой. Ал өзіңнің ата-анаң туралы не айтасың? Әкем охранник болып жұмыс істейді. Яғни күзетші, иә? Күзетші қызметін атқарады. Өте жақсы. Ал сен 5-ші мектептің 1-ші сыныбында оқимын дедің, иә? Ал сенде балаларда араларында достарың көп па? Иә. Достарың туралы не айта аласың? Менің достарым маған көмектеседі. Достарым мейірімді, ақылды. Саған өзіңе мектепке барған ұнай ма? Иә. Мектепте мысалы әртүрлі пәндер болады, иә, сабақтар болады. Соның ішінде қайсы пән саған өзіңе қызықты? Қайсысы ұнайды? Математика. Математиканы жақсы көресің ба? Иә. Ал Инаят, жақсы, сен өзің отбасың, достарың туралы айтып өттің, иә? Қазіргі кезде мынау үлкендердің барлығы рухани жаңғыру деп айтып жатыр. Осы туралы білесің бе? Иә. Бұл не деген сол рухани жаңғыру деген? Бәрі айтып жатыр, үлкендер шулап жүр, рухани жаңғыру деп. Сол туралы не айта аласың? Ол ұмытып қалған дәстүрлерді жаңғырту. Ой, өте жақсы, иә? Яғни ұмытып бара жатқан барлық дәстүрлерімізді жаңғырту екен. Яғни біздің ол салт дәстүрлеріміз, иә? Ал жақында қандай мерекеміз келе жатыр? Наурыз. Наурыз мерекесі. Ал сен осы жалпы мерекелердің ішінде қай мерекені ұнатасың? 8-ші наурыз. 8-ші наурыз. Неге ұнайды саған 8-ші наурыз? 8-ші наурызда қыздарға ұлдар сыйлық береді. Қыздарды құттықтайды. Өте дұрыс. Сондай-ақ қыздардан басқа тағы кімдерді құттықтаймыз? Аналарымызды, әжелерімізді, иә? 8-ші наурызбен құттықтаймыз. Ал енді тағы да наурыз мерекесі келе жатыр, иә? Наурыз мерекесіне қандай ұлттық ойындар ойнатылады? Асық, ақсүйрек, көксүйрек. Алтыбақан, иә? Қол күрес. Ал сен солардың ішіне қайсысы өзіңе ұнайды? Ойнайсың ба ұлттық ойындарды? Иә. Қайсысын ойнайсың? Мен соқыр теке. Соқыр теке деген ойнайсың. Ол қалай ойнатылады? Айтып бере аласың ба? Бір адам көзін байлайды. Сосын ойын басталады. Ол тезірек табу үшін қолды шапалақтайды. Сосын ол тауып алса, атын айту керек. Сол игроктың атын таба алмай қалса, ол сосын қайтадан
ойын басталады, ойын шартымен. Яғни ойыншыны табу керек, мұнда. Яғни бұл соқыр теке деген ойын екен, яғни бұл да ұлттық ойынның бір түрі. Ал сен жаңа айттың, би билеуді ұнатамын дедің, содан басқа тағы қандай өнерің бар? Мен пластилиннен әдемі фигуралар жасаймын. Бұйымдар жасаған ұнатасың, Ал өзің жасаған бұйымдарың бар ма үйде? Қандай бұйымдарың бар? Мен аю істедім, наурыз мерекеге қыз істедім. Сосын гүл істедім. Гүлдер жасадың, өте тамаша. Ал сен өлең жаттағанда ұнатасың ба? Кіммен жаттайсың өлеңдерді? Анамен, ағамен, әкемен. Көмектеседі, саған? Ал өзіңнің жаттаған өлеңдеріне біреуін айтып бере аласың ба? Мен кішкенелерді ұмытып қалдым. Ұмытып қалдым? Қандай өлең айтасың? Қандай тақырыпты айтып бере аласың? Мен көктем. Айтамын. Көктем келді сағына, кіші бақтар, ағаштар бағында. Біздің үйге үйе салды алақай, балдарға суағым. Дала гүлге оранады, түрлі түске боянады, нұрлы көктем келген кезде табиғатта оянады. Дала гүлге оранады, түрлі түске боянады, нұрлы көктем келген кезде табиғатта оянады. Ой, тамаша, қандай керемет, яғни бұл қазіргі көктем мерекесіне арналған, Сен ән салып бердің ғой бізге? Қандай керемет, өте жақсы. Ал тағы не айта аласың, наурыз мерекесімен бірге бүкіл халқымызды, бүкіл балаларды құттықташы өзің. Наурыз құтты болсын. Сіздерді наурыз мерекесімен құттықтаймын. Зор денсаулық, бақыт тілеймін. Өлең айта аласың. Наурыз келді тойлаймыз, шаттанамыз, ойнаймыз. Дастарханымыз сәнді екен, наурыз көже дәмді екен. Ой, қандай тамаша. Міне, бүгін бізде Инаят есімді қызымыз өзінің балдай тәтті тілімен сұхбаттасып отыр. Саған көптен көп рахмет, Инаят, кітапханаға келіп отыр осылай. Өзің кітап оқығанды ұнатасың ба? Қандай кітаптар оқисың? Мен өз кітаптарымды оқимын. Мектеп бағдарламасының кітаптарын, қосымша ертегілер оқисың ба? Өлеңдер? Келіп, осылай кітапханаға келіп, кітаптар алып оқып отыр, Инаят, бүгінгі бағдарламамызға қатысып, өз сұхбатыңды бергеніңе саған көптен көп рахметімізді айтып, кітапхана атынан саған мынандай кішігірім сыйлығымызды тарту етеміз. Келе ғой. Міне, рахмет саған. Ал, бұлай қарап тұра ғой. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды.